Саламатсыңдар ма, құрметті 11-ші сынып оқушылары? Бүгінгі өзін-өз тану сабағының кезекті табиғат тылсым дүние тақырыбы басталды. Сабағымыздың құндылықтары: қандай қиянат жасамау, оймен, сөзбен және болмаса іспен тірі жанға зиян келтірмеу, әлеуметтік әділеттілік, жақсы азамат болу. Келесі кезекте мақсаты оқушыларға табиғаттың тылсым құдіретін қиянат жасамау құндылығы арқылы түсіндіру. Бүгінгі 5 ережемізді бірге қайталайық. Тәртіп, тазалық, талап, тыныштық, татулық. Келесі кезекте сабағымыздың дәйек сөзі: халық даналығын бірге оқиық. Ханның қасында болғанша, бұлақтың басында бол. Бірге қайталайық. Ханның қасында болғанша, бұлақтың басында бол. Халық даналығы. Сұрақтар: адам неліктен тылсым дүниелердің сырын ашуға ұмтылады? Табиғат адамды қандай сезімге бөлейді? Табиғат сұлулығын қалай сезінуге болады? Дәйек сөзден қандай ой түйдіңіздер? Адам бейнебаян. Мұғалім сыйы. Мұқият тыңдаңыздар. Кейде адам табиғатқа қастандық жасау арқылы өзіне қастандық жасамайтынын ұмытып кетеді. Яғни табиғатқа қастандық жасап, өзімізге де кері әсерін тигізіп алады екенбіз. Өте өкініштісі, мұндай қателіктің артын түзеймін деп, ниет басқа бір қателікке ұласып жатады. Назарларыңызға осы кезекті мәселені ашып көрсеткен қысқа метражды анимациялық фильмді ұсынбақпыз. Өзін табиғаттың патшасы санайтын адам баласының жер бетінде жасаған зұлымдықтардың немен аяқталуы мүмкін екенін видеодан көріп тамашалаңыздар. Материалды көшіріп өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Ендігі кезекте балалар шығармашылық жұмыс, топпен бірлескен жұмыс. Қазір біз бірлестікте жасай алмаймыз. Сондықтан әрқайсымыз өз алдымызға қоршаған ортаны қорғау туралы жоба қорғаңыздар. Жасаған жобаларыңызды кері байланысқа сала отырыңыздар. Үй тапсырмасы: жұмыс дәптердегі 2-ші тапсырманы орындау. Келесі сабағымыздан Шәкәрім Құдайбердіұлының 3 сауал мәтінін оқып келу. Топпен ән айту, сырласу вальсі. Ендігі кезекте үй тапсырмасын пысықтап алыңыздар. Үйге табиғат туралы сурет салып келіңіздер. Сабаққа қатысқандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.